Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тәтті қызыл бұрыштың сақталу жолын көрсететін боламын. Сақтағанда мұздатқышта сақтайтын түрін көрсететін боламын. Ең алдымен тәтті қызыл бұрышты жуып тазалап алып, кептіріп, ортасындағы керек емес заттарын алып тастайтын боламыз. Алып тастап, қыстың күні тартылған етпен жасалынатын тағамға дайындауға арналған түрін осылайынан жасайтын боламыз. Осылайынан салфанный пакетке бір-біріне кигізе отырып салатын боламыз. Ең бастысы, тәтті қызыл бұрыштарымыз сырты таза, жуылған, сырты су болмау керек. Сонда бір-біріне жабыспай жақсы сақталынатын болады. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Менің каналымда басқа да рецептің түрлері бар. Алдыңғы уақытта мен сіздермен жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Осылайынан пакеттерге салып сақтаймыз. Ал екінші жолы бұрыштардың осындай керек емес жерлерін алып тастағаннан кейін бөлініп қалса, осылайынан ұзыншалап отырып кесіп салфанный пакетке салып сақтаймыз. Қыстың күні кез келген тамаққа қосып дайындасаңыздар, тамақтарыңыз өте дәмді болады. Осылайынан ұзынды пакетке салып, жақсы морозилникке жақсы орын көп алмастай осылайынан сақтайтын боламыз. Ал келесі түрі, мысалы, пицца жасаған кезде осылайынан бетіне домалақтап салатын болсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Одан кейін бұрыштың мынандай шеттері қалып кеткен болса, осылайынан майдалап, мысалы, лағман сондай тамақтарға осылайынан жасасаңыздар болады. Тастамай осындай жерлерінде тамаққа қосып жесеңіздер де болады. Қыстың күнінде өте дәмді болып шығады. Дәмі шығып. Бұны да салфан пакетке салып, мұздатқышта сақтаймыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Баршаларыңызға ас болсын.